16 желтоқсаннан 22 желтоқсанға дейінгі нақты апталық жұлдыз жорамал. Күнделікті жұлдыз жорамалыңызды бірінші болып есту үшін арнаға жазылып, қоңырау белгісін баса кетіңіз. Сонда сіз бірінші болып еститін боласыз. Лайк басып пікір қалдырсаңыз қуанып қаламыз. Тоқты аптаның басы аса сәтті болмайды. Міндеттеріңізді елемеуге және уәделеріңізді ұмытуға бейім боласыз. Маңызды істерге назар аударып күш-жігерді дұрыс бөлу қиынға соғады. Қаржылық мәселелерде сақ болыңыз, ойланбай жасалған шығындар айтарлықтай шығындарға алып келеді. Кейбір тоқтылар өздері үшін маңызды адамдармен ұрысып қалуы мүмкін. Қақтығысты жылдам реттеу мүмкін болса да, өзіңізді ұстап күрделі жанжалдардың алдын алған жөн. Аптаның ортасында жаңа дағдыларды меңгеру, жиналған мәселелерді шешу және жіберілген қателіктерді түзету жақсы нәтиже береді. Табыс әкелетін келісім шарттар жасасуға және маңызды құжаттарға қол қоюға мүмкіндік туады. Жаңа пайдалы таныстықтар пайда болады. Бұрынғы қарым-қатынастарды нығайтуға да уақыт таптырмас. Аптаның соңына қарай маңызды істерді кейінге қалдырмаңыз. Орын алған жағдайлар сізге әрдайым қолайлы болмайды, сондықтан қарапайым тапсырмаларға да әдеттегіден көбірек уақыт пен күш жұмсауға тура келеді. Торпақ барлық нәрсе алғашқы әрекеттен жүзеге аса бермейді. Бұл көбінесе табандылық пен еңбекқорлықтың жетіспеуіне байланысты болады. Аптаның басында жұмысқа толық кірісу және өнімділікті арттыру қиын болады, бірақ аздап тырыссаңыз, бастапқы қиындықты еңсеріп, әрі қарай іс оңай жүреді. Асығыс уәде беруден аулақ болыңыз, әйтпесе жауапсыз адам ретінде танылуыңыз мүмкін. Әріптестермен ұрыс керіске жол бермеңіз, кейбір жағдайларда өз пікіріңізді өзіңізде қалдырған дұрыс. Аптаның ортасында жоспарларыңызға объективті жағдайлар кедергі келтіруі мүмкін. Жағдайға бейімделу қажет болады, бұл кейде қиынға соғады. Достардан кеңес сұраудан тартынбаңыз. Сенімді серіктестер сізге көмектесуге дайын. Кейбір торпақтар қаржылық қиындықтарға тап болады, бірақ оларды жеңуге болады. Аптаның соңына қарай жағдай барлық салада жақсарады. Романтикалық қарым-қатынаста жағымды тосынсыйлар мен тағдыршешті кездесулер болуы мүмкін. Егіздер аптаның алғашқы күндерінде көп нәрсе сәтті шығады. Алдыңызда қызықты мүмкіндіктер ашылады, және сіз олардың бірде-біреуін жіберіп алмайсыз. Қуанышыңыз басқаларға да әсер етіп шабыт береді. Сіздің тартымдылығыңызға ешкім қарсы тұра алмайды, сондықтан басқаларға тәуелді мәселелерді шешуге жақсы уақыт. Кейбір егіздер қызметтегі романға араласуы мүмкін. Табыс біртіндеп өседі, ал шағын сыйлықтар алуыңыз ықтимал. Бұл уақытта несие немесе қарыз алсаңыз, оны күткеннен тезірек қайтаруға қабілетті боласыз. Аптаның ортасында эмоцияларды басқару оңай болмайды, бірақ өзіңізді ұстасаңыз, сабырлы бола аласыз. Жақындарыңыз сізге барынша қолдау көрсетеді, және оларды қамқорлығы үшін міндетті түрде алғыспен марапаттаңыз. Аптаның соңында аса үлкен қиындықтар болмайды, бірақ маңызды істерді соңғы сәтке қалдырмаңыз. Демалысты демалыс пен сүйікті істеріңізге арнаңыз. Шаян, бұл апта оңай болмайды. Ішкі уайымдар маңызды істерге назар аударуға кедергі жасайды, ал эмоциялық тұрақсыздық айналаңыздағы адамдармен қарым-қатынасқа теріс әсер етеді. Жоспарларыңызға әсер ететін жағымсыз оқиғалар болуы мүмкін, бірақ бәрі де шешілмейтін мәселе емес. Егер оптимистік көзқарасты ұстансаңыз, кез келген тосын жағдайды сәтті еңсересіз. Кейбір шаяндар болашағы зор және қызықты жаңа жұмысқа ауысу мүмкіндігін алады. Аптаның екінші жартысында шоғырлану қиынға соғуы мүмкін. Жоғары дәлдікті талап ететін тапсырмалардан аулақ болуға тырысыңыз. Егер іскерлік сапарға шықсаңыз, барлық нәрсеге мұқият дайындалыңыз, өйткені бәрі де бірқалыпты болмауы мүмкін. Аптаның соңында оң үрдістердің әсері артады. Күш-қуат пен энергия толқынын сезініп, кез келген тапсырманы оңай шеше аласыз. Арыстан, сабырлы болыңыз, аптаның басында бұл әсіресе маңызды. Барлығы бірден сәтті болмайды. Көптеген арыстандар практикалық болмай, ойлары шашыраңқы болуы мүмкін. Бұл олардың әлеуетін жүзеге асыруға кедергі келтіреді. Ұсақ, бірақ жағымсыз қаржылық шығындар болуы мүмкін. Айналаңыздағылармен ортақ тіл табу қиын болады. Бірақ ауыр кезең ұзаққа созылмайды. Аптаның ортасында қателіктерді түзетуге және қарым-қатынасты қалпына келтіруге мүмкіндік туады.
Жаңа нәрсені үйрену, үлкен көлемдегі ақпаратты меңгеру және стандартты емес шешімдер табу жеңіл болады. Іскерлік кездесулер, тиімді келісімдер жасау және пайдалы адамдармен байланыс орнату ықтимал. Сапарлар барлық мақсаттарға жету үшін қолайлы болмақ. Аптаның соңында барлық басталған істерді аяқтай аласыз. Демалыс күндері белсенді демалыс, жаңа таныстықтар және романтикалық кездесулер үшін қолайлы. Бикеш, өзіңізді күтіңіз. Аптаның басында эмоционалды тұрғыдан қиын кезең басталады. Барлығын жүрегіңізге жақын қабылдамауға және ұсақ нәрселер үшін алаңдамауға тырысыңыз. Көптеген бикештер айналасындағылардың сезімдері мен мүдделеріне ерекше сезімтал болады. Бұл адамдармен тез келісімге келуге және компромистер табуға көмектеседі. Күшейген интуиция күрделі жағдайларда дұрыс шешім табуға мүмкіндік береді. Бұрын шығармашылық қабілеттерін байқамаған адамдарда да таланттары ашыла бастайды. Ішкі уайымдарға қарамастан, барлық жоспарланған істерді ойлағаннан тезірек аяқтайсыз. Аптаның соңында сақ болыңыз. Асығыс шешімдер қабылдаудың қажеті жоқ. Жағдайды дұрыс бағалап, оның салдарын болжау әрдайым мүмкін бола бермейді. Сондықтан ақылды кеңестерге құлақ асып асықпаңыз. Сыпайылық пен ұстамдылықты ұстанбайтын адамдармен қарым-қатынасты шектеген дұрыс. Таразы, аптаның басы қиын болады. Кейбір таразылар жағымсыз эмоцияларды жеңе алмай қиналады. Мұң, мазасыздық және ашуланшақтық жиі мазалайды. Ескі мәселелер мен бұрынғы міндеттер еске түседі. Жоспарларды үнемі өзгертіп, жағдайға бейімделуге тура келеді. Жағдай сіздің пайдаңызға сәйкес келе бермейді. Жұмыста басқалардың көмегіне сенудің қажеті жоқ, барлығын өзіңіз шешуге тура келеді. Дегенмен аптаның екінші жартысында бәрі жақсара бастайды. Сіз күш-қуатыңыздың артқанын сезесіз және мазасыздануға себептердің жоқ екенін түсінесіз. Мәселелердің шешімі табылатын болады. Сізге бұрын таныс емес сұрақтарды түсіну жеңілдейді. Болашаққа жоспарларды әріптестермен және туыстармен талқылауға ыңғайлы уақыт. Аптаның соңында басты қиындықтарды жеңіп, өзіңізді жақсы қырынан көрсетесіз. Жаңа таныстықтар достықтың, тығыз әріптестіктің немесе ұзақ романның бастауы болуы мүмкін. Саршаян, апта өте сәтті басталады, сондықтан өз мүмкіндігіңізді жіберіп алмаңыз. Сіз кез келген адаммен ортақ тіл таба аласыз, ал кейбір бұрынғы қарсыластар сіздің жағыңызға өтеді. Келіссөздер сәтті өтіп, сіз өзіңіз үшін ең тиімді мәмілелер жасай аласыз. Қомақты қаржылық кіріс түсуі мүмкін, бірақ бұл бір реттік табыс болуы ықтимал. Шетелдік серіктестермен жұмыс істеуге қолайлы уақыт. Аптаның ортасына қарай жағдай күрделене түседі. Кейбір саршаяндар кішігірім, бірақ жағымсыз көңіл қалдырулар мен шығындарға тап болады. Әсіресе асығыс әрекет етпеңіз, өйткені қателіктер болашақта әсер етуі мүмкін. Өз әлсіздіктеріңізге бой алдырмаңыз. Аптаның соңына қарай барлығы қалпына келеді. Сіз жіберіп алған мүмкіндіктерді толтырып, өзіңізді үздік жағынан көрсетесіз. Қаржылық жағдайыңыз жақсарады, ал жеке өміріңізде жағымды өзгерістер болады. Мерген, сіз күш пен қуатқа толы боласыз, ал шешімдеріңіз батыл әрі табанды болады. Кез келген күтпеген жағдай сізді жолдан тайдыра алмайды. Аптаның басы жоспарлар құруға, стратегияны ойластыруға және әріптестермен немесе серіктестермен маңызды мәселелерді талқылауға өте қолайлы. Бұл бастама көтеруге тамаша уақыт. Сіздің күш-жігеріңізді басшылық лайықты бағалайды. Іскерлік сапарлар табысты өтіп, қалаған нәтижелерге қол жеткізесіз. Аптаның екінші жартысында сіз жаңа тақырыптарды оңай меңгересіз, тіпті олармен бірінші рет бетпе-бет келсеңіз де. Біліктілігін арттырып жатқан мергендер айтарлықтай жетістіктерге жетеді. Шығармашылық қабілеттеріңіз ерекше шешімдер табуға көмектеседі. Ықпалды адамдармен ортақ тіл табуда оңай болады. Романтикалық қарым-қатынасты бастауға немесе жаңа таныстықтарға қолайлы уақыт. Барлық жағдай сіздің пайдаңызға шешіледі, тек қажетті жерде болуды ұмытпаңыз. Тәуешкі, аптаның басында сіз көптеген жетістіктерге жетесіз. Бұл кезең пайдалы байланыстарды орнатуға өте қолайлы. Кейбір тәуешкілер ықпалды қолдаушылар табады. Қажетті қолдауды, соның ішінде қаржылық көмекті де аласыз. Оптимизм мен ашықтық көптеген мәселелерді шешуге көмектеседі. Адамдар сізге жеңілдіктер жасап, сіздің ісіңізге қатысуға дайын болады.
Сіздің тартымдылығыңыз барлығына әсер етеді. Жаңа қарым-қатынасқа ашық адамдар үшін романтикалық оқиға басталуы мүмкін. Аптаның ортасы өнімді әрі үйлесімді өтеді. Кез келген күш-жігеріңіз нәтиже береді. Бұл білім алуды бастау үшін қолайлы уақыт. Алған білімдеріңіз ұзақ сақталып, жұмысыңызға пайда келеді. Аптаның соңы бір қалыпты болмайды. Ұсақ келеңсіздіктер мен сыртқы кедергілер туындауы мүмкін. Дегенмен кез келген қиындықтар жеңуге болады. Су құйғыш, сізде көптеген сәтті мүмкіндіктер болады. Аптаның басы жобаларыңызға қолдау табуға қолайлы. Өз энтузиазмыңызбен басқаларды шабыттандырып, маңызды мәселелерді бірлесіп шешесіз. Нәтиже өте әсерлі болады. Көптеген су құйғыштар оптимизмге толы болып, айналасында жағымды атмосфера жасайды. Күтпеген пайдалы сыйлықтар немесе болашағы зор ұсыныстар түсуі мүмкін. Басшылық алдында өзіңізді жақсы жағынан көрсетуге мүмкіндік туады. Аптаның ортасы барлық жағынан сәтті өтеді. Ең батыл мақсаттарыңызға қол жеткізуге қадам жасайсыз. Ықпалды қолдаушыларды табу мүмкіндігі пайда болады. Көптеген істерде сізге көмек көрсетіледі. Қызметтегі роман немесе бұрынғы қарым-қатынасты қайта жаңғырту мүмкіндігі бар. Аптаның соңында ұсақ мәселелер жиналып, шұғыл шешімді қажет етеді. Барлығы жақсы болады, бірақ шулы жағдайлар жүйкеңізді тоздыруы мүмкін. Балықтар, аптаның алғашқы күндерінде мұқият әрі сақ болыңыз. Артық қырсықтық ешқандай жақсылыққа әкелмейді. Әр дауда жеңіске жетуге тырыспаңыз, әйтпесе маңызды қарым-қатынастарға нұқсан келтіруіңіз мүмкін. Шағын қаржылық қиындықтар туындауы ықтимал, сондықтан тәуекелге бармаңыз және ойланбай шығынданбаңыз. Көптеген балықтарға басшылыққа көрінбеуге және өз бетінше жұмыс істеуге тура келеді. Егер өз амбицияңызды дұрыс бағыттай алсаңыз, керемет нәтижелерге қол жеткізесіз. Аптаның екінші жартысы сәтті өтеді. Барлық жиналған мәселелер, соның ішінде жеке өмірдегі проблемалар шешіледі. Сіздің адалдық пен ашықтығыңыз басқаларды бей-жай қалдырмайды. Басқалармен өзара тиімді шарттар бойынша оңай келісесіз. Аптаның соңы өте сәтті болады. Жаңа бастамаларда сәттілік серік болып, айналаңыздағы адамдар сізге қызығушылықпен қолдау білдіреді.